шектейміз болды. Енді пайғамбардан Аллах мекенсіз, Аллах та аспанда емес, аршыда емес деген хабар жоқ. Керісінше Аллах аспанда деп жатыр. Күн айыл Аллах қайда деп сұрақ қойған кезде Аллах аспанда деді. Осы хадистерге ең сахих риуаяты қайсысы? Ең сахих риуаяты? Әртүрлі риуаяты бар ғой оның. Жоқ, ең сахих қайсысы енді? И комментарийда керек ол хадиске. Айтшы енді ең қайсысы, қайсы версиясы сахих? Енді мен хадис ілімінің маманы емеспін, ахи. Муслим. Күмәнің бар ма муслимге? Жоқ. Муслим ең сахих версиясы муслимде тұр. Муслимде тұрыпты. Айна Алла деп сұрақ қояды пайғамбар саллаллаху алейхи. Пайғамбар саллаллаху алейхи адасқан екен да ондай. Сендер тура жолда екенсіңдер. Сендер айтасыңдар ғой Аллахқа қайда деп сұрақ қоя қоймайды. Пайғамбардың өзі сұрақ қойып тұр. Пайғамбардың өзін адастырып жібердіңдер сендер. Қызықсыңдар сендер, субханалла. Пайғамбардың өзі вахабит болып кетті ғой. Аллах қайда деп. Ана күн айыл вахабит болып кетті. Сахабия ғой енді ол. Сахабия пайғамбарды көргеннен кейін. Біріншіден вахабист емес, вахабит деп айтамыз. Өйткені аспанда деп айтты. Абу Вахабтың жолын ұстанғандарыңыз үшін айтамыз. Аллах аспанда, аспанда деді. Онда күн сахаби айел де вахабист болып кетті. Болды, онда мен де вахабист болып қаламын осы ақидамда. Болды, осы тура жол екен. Пайғамбар вахабист екен, күн айел вахабист екен, мен онда вахабист болуға разымын. Сіздер тура жол тапқан кезінде пайғамбардан артық. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не айтты, соның бәрін мойындаймыз ғой. Бәрін мойындаймыз. Мойындасаң онда Аллах қайда? Алла тағала пайғамбар қойған сұрақты сіз өзіңізге қоюға право беріп қойып жатсыз ғой сонда. Сен құл болғанда бар ғой, мен айтайын, пайғамбардың заманында. Пайғамбар сенен сұраса, Аллах қайда деп сұрақ қойса, сен айтсаң, Аллах мекенсіз, Аллахтың несі жоқ, аршыда емес деп айтсаң, пайғамбар сен қожайының айтатын еді, мынау әлі кәпір болып жүр екен, мұны босатуға болмайды. Мұсылман болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңа Мұса алейхиссаламның атынан өтірік сөйледіңіз, бір. Алла тағаланың атынан өтірік сөйледіңіз, екі. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай істер еді деп иштихад қылып жатсыз да, өте апасы нәрселер айтып жатсыз негізі. Жарайды, пайғамбардың заманында күн әйелінің орнында сен құл болдың дейді. Сондай бақытты пайғамбарды көру бақыты саған бұйырды. Философство айтып жатсыз, пайғамбардың атынан өтірік сөйлеп жатсыз. Сені қожайының босатқысы келді. Енді шариғат бойынша мұсылман емес құлды босатуға болмайды. Сөйтіп пайғамбар келіп саған емтихан алып жатыр. Бірінші сұрағы айналла деді, Аллах қайда деді. Сен әлі ашғаридский матуридский ақидаңмен жүрсің. Не деп жауап бересің пайғамбардың сұрағына? Сіз философство айтып жатсыз. Айтшы, бұл юсер. Білетін нәрсе емес бұл. Сіз философияны жек көресіз. Болды, пайғамбардың заманда бұл заманда болғанда былай болар. До конца жизньде құл болып қалатын ең сен. Аллах пайғамбар сен босатпайтын еді пайғамбар болса. Сен өткен дұрыс емес жауап беріп жатсың. Білмейтін нәрсені өйтіп айтпасаңызшы. Тағдырдың бүкіл сценарийларын бір Алла біледі. Былай болғанда былай болар еді. Аллах сенің жүрегіңді ашсын исламға. Жүрегіңді ашсын, тура жолды көрсетсін, соған еруді нәсіп етсін. Жалған нәрсені жалған көрсетіп, содан алыс болу нәсіп етсін саған. Басқа не тілейміз саған. Ол сен айтқандай сәлафтардың жолын түсініп, солардың сен айтып отырмын ғой, сәлафтардың сөздерін, аттарын үйреніп ал сен. Сөйтсе кітаптарын тауып оқы арабшасынан.